Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Головкиннің бұрынғы бапкері Геннадий Головкиндің Канелодан жеңілгенін қатысты ойын айтты. Геннадий Головкинның бұрынғы бапкері Абел Санчес мексикалық Саул Канело Аlavеспен айқасы қазақстандық жақсы әсерін берді деген ойда. Шынын айтсам, бұл айқасқа қатысты менде ешқандай эмоция жоқ. Головкинның жеңісі үміттендім. Бірақ уақытты жеңу мүмкін емес, деп берді Санчес сөзінде. Мені бұлай қорламаңыздар. Канело экс-чемпионы айқаста бас тарту себебі жайлы. Супер орта дивизионда абсолют чемпион Саул Канело Аlavers осы салмақта VBS ұйымының екі дүркін чемпионы Дэвид Бенвентс неге өзінің қарсылас болуға лайықсыз екенін айтты. Осы үшін Мексикада да жақтырмайды. Экс-чемпион Канело туралы шындықты айтты. Бенавидс айқас білмеймін, бірақ мүмкін мен бірден десем бақ бетінде менің сөзімді өздеріне ыңғайлап бұрын алады. Мексикалықтармен жұдырықтасқым келмейді дегенмен мен Мексикадан болғандықтан, бірақ қарсыласым кім екені барбір, кім болса да айқасуға дайынмын. Бенавидспен тегі мексикалық болғаны үшін жұдырықтаспайды деп ойлайсыңдар ма? Әкесінің шатпырғанын естіп жүрмін. Бенавидс қандай жетістікке жетті? Мүлде ештеңе. Ол жекпе-жек шыққан жалғыз чемпион Энтони Дриллер. Бұл сұрақпен қорламаңыздар. Енді ешқандай сұрақ қоймаңыздар. Мен шаршадым және ашулымын, деп берді Аlavers сөзін. Головкинмен шатыққан чемпион Канеломен трилогиядан бір ақ сөзбен төмендеп тастады. Сіздермен спорт жаңалықтары болды.